үшінші түрі ол циклдық. Яғни цикл бізде екіге бөлінеді: for while, яғни параметрлі және шартты. Яғни мына жақта қосымша сөздер бар. Break, continue, оған бөлек. Тағы да сабақтың барысында бөлек түсіндіріп өтем. Ал кеттік. Ең алғашқы бізде ол for цикл, параметрлі цикл. Ол бізде параметрлі цикл болғанда бізде циклдың басы мен аяғы беріледі. Яғни ол уже нақты болады. И сол үшін біз оны параметрлі дейміз. Ол негізгі кілттік сөзі for және range деген сөздер бар. Range деген диапазон деген білдіреді. Кітапта ең бірінші мысалды қарастырайық. Бұл жерде 1 мен 100 санды аралығындағы барлық сандар қосып жазу керек. Осыған байланысты бізде мына жақта кітапта уже берілген код бар. Бізде I және S деген айнымалылар ол 0-ге тең. И бізде цикл басталған кезде бізде I айнымалы осы 1 мен бізге 100 керек қой, сол үшін біз 101 деп аламыз. 101-ге дейін болады. И осы сандарды S счетчик өзіне қосып алады. И әрбір цикл біткенше S өзіне қоса береді. Сонда 5050 деген санды шығарады. Келесі мысал ретінде бізде 1 мен 10 аралығында сандарды кері ретпен экранға шығару керек. Бұл жерде бізде 10-нан бастап 0-ге дейін минус 1 қадаммен, яғни 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 деген сандар жазылады. 0-дің өзі жазылмайды. Сөйтіп бізде ол екінші мысал кетеді. Келесі мысал сәл күрделірек, бірақ еш қиын заттар жоқ. Бұл жерде біз кодты бірнеше бөлімдерге бөлейік. Ең бірінші бөлім сан енгізу. Бірінші оқушы сан енгізу. Ол бізде n айнымалы өзіне сақтап отырады. Кейін келесі 3 айнымалы I, Z, X. Z бізде, X бізде ол сан енгізуге, яғни оқушының бойына жауап береді. Z бізде ол счетчик именно бойы қысқа оқушылардың санын өзіне сумма ретінде, счетчик ретінде жұмыс жасайды. Бұл жерде контекст бізде мынандай. Бір 8-ші А сынып бар. Соның ішінде 30-ға дейін оқушы бар деп есептесек, сол сыныптың қанша оқушы саны 140-тан кем болса, соларды бойы қысқа деп аламыз да, и солардың қанша екенін анықтауымыз керек. Сол үшін берілген программа уже құрылды. Бізде мысалы 10 деп жазсақ, бізде 1-ден бастап 11-ге дейін, яғни 10-шы адамда кіру керек болып тұрады. И бізде енгізілген сандар жол ретінде мысалы 1 деп тұрады да, и яқта біз уже тире оқушының бойы дегеннен кейін осындай тең болып тұрады. И осы жерде біз уже бір бойды енгіземіз. Мысалы 150, 165, 155 деп адамның бойларын енгізіп отырамыз. Келесі үшінші бөлімі мына қайсысы 140-тан аз болады, сол кезде Z өзіне плюс 1-ді енгізіп отырады. Ол жақта біз мынау n айнымалысын өзіміз енгіземіз, x-ға өзіміз мән береміз, қалған бәрі ол уже өзі санап отырады. Қай кезде біз 140-тан аз сан енгізген кезде, сол кезде бізде плюс 1 орындалады. Соңында бой аласа оқушылар саны Z деген жазу шығады. Келесі мысал қарастырайық. Келесі мысалда бізде кітаптың есебі бізде мынандай бір сұрақ қояды. Бізде KN деген 2 айнымалы бір аралықты білдіреді. Яғни 23-тен бастап 35-ке дейін. И осы сандардың арасында тек қана жұп сандарды шығару керек. Яғни именно бізде 23 пен 35-дің арасында жұп сандарды табу керек. Ол үшін біз келесі программаны жазып көрейік.
біз бүйтеміз. Бізде екі айнымал бар. N input k торозына копировать жасаймын. Бізде именно for, допустим, I in range дейміз да. Бізде n-нен бастап k плюс 1, яғни k плюс 1 дейміз да. Осы екі сан аралығы керек. Именно жұп сандар табу үшін біз алдың сабақтарда сіздерге көрсеткен, мен былай қайсы сандарды екіге бөлген қалдығы нөлге тең болады, сол сандарды біз шығаруымыз керекпіз. Осыны так FNF5 сақтаймыз, кеттік. Мына жақта 23 пен 35 деген сандарды жазған кезде бізде осылай тек қана жұп сандар шығады екен. Сөйтіп біз өзіміздің есебімізді шығардық. Келесі. Мына жақта уже ашылып тұр екен. Келесі мысал. Бізде берілген 10 мен 99 сан арасындағы именно андай зеркальный сандар, яғни 22, 33 деген сияқты сандарды шығару керек. Бірдей, екі бірдей деп тұр. Бұл біз не істей аламыз? Так. Так, бұл жақта біз уже бастапқы сандарды бүйтіп беріп қойып, мына жақта бүйтіп пока комментировать ете салам да. Бұл жақта зеркальный сандардың айырмашылығы, оларды әрқашан 11-ге бөлінеді. 11-ге бөлінгенде қалдығы 0 болады. Осыны запускать етсем, байқасаңыздар, мына жақта уже менде тек қана сол зеркальный сандар 10-нан бастап 99-ға дейін. Егер мен мына жақта 100 десем, менде мына жақта уже 99-да сол зеркальный сандардың ішіне кіріп кетеді. Осылай менде осы код орындалады. Ол да на логику десек те болады. Мына жақта өзі подсказка ретінде береді. Также мына жақта компилятормен ашылып тұр. Келесі мысалдар қарастырайық, тоже кітапта. Мына жақта бізде біріншісінде n 5-ке тең. Яғни бізде цикл 1-ден бастап 6-ға дейін орындалады. Яғни цикл 5 рет жұмыс жасайды. Цикл 5 рет жұмыс жасағанда біз сандарды енгіземіз. Сандарды енгізген кезде қайсысы бізде 10-ға бөлінгеннен қалдығы 4-ке тең болады. Мына жақта сәл кішігірім қате бар. Мына жақта 2 тең тұру керек. Сол кезде z өзіне плюс 1-ді қосып отырады. Ал келесінде тура солай цикл бізде 5 рет орындалады. Тоже біз өзіміз сан енгіземіз. Қайсысы қалдығы 2-ге бөлгенде 1-ге тең болады, яғни қайсысы бізде тақ сандар болады, солардың қалдығын print шығарады да и s-қа қосып отырады. И соңында s общий суммасын шығарып береді. 5 сан ішіне тек қана тақ сандардың қалдықтарын өзіне қосып соңында орындайды. Давайте мынаны жазып көрейік. Так. Бізде айтады. Беске тең. For I in 1-ден n плюс 1 дейді. Бізде мына жақта так. X-тен int input. Потом мына жақта бізде именно қайсы x бөлінген 10 тең 4. Сол кезде біз не істейміз оны z-ке
z плюс тең 1, и соңында біз чисто z шығарамыз, и басында біз z тең 0 деп жазамыз. И кетіп көрейік. Яқта біз сан енгіземіз. Сан, допустим, басында 13 дейміз. 14, 15, 16 и 24 дей салайын. Бұл жерде менде 2 шықты. Не үшін 2 шықты? Басында мен 13 сан енгізем. Ол мына шартқа тексереді. 13-ті 10-ға бөлсек қалдығы 10 ба? Ол жоқ дейді. Значит, бұл бізге керек емес. Келесі, так, 13-ті алып келеді. Бүйтіп сәл қысқарта салайын. Так, бүйтіп. Былай сәл былай қойайын. Кодты мынаны сәл тоже. Сәл былай қойайын. Чтобы екі жақтан да көрінетін не қылып. Нақты так, 14 алып келеді. 10-ға бөлген қалдығы 4 болады, дұрыс. Плюс z өзіне плюс 1 санайды. 15 алып келеді, 16 алып келеді, 24 алып келеді, тоже дұрыс болады да. Онда бізде осы 5 санның ішінде қайсысы бөлгенде қалдығы 4 болады, соны өзіне z қосып отырады. Сөйтіп бізде z 2 деген санды шығарып берді. Бұл жерде тура сол принциппен, просто мына s өзіне сол қалдықтарын қосады, плюс 1 қоспайды. Сонымен негізі for цикл қатты қиын емес. Оны былай циклдардың ішінде ең оңай деп айтсақ та болады. Келесі сабақтарда сіздерге сәл қиындау варианттарды көрсетемін. Break continue өткен кезде. И тесттерде сәл қиындау варианттарда болады. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңдар.